guys, how are you? I'm glad to meet you again. Today our new theme is plural form of noun. Достар, бүгінгі тақырып, яғни зат есімнің көпше түрі. Зат есімнің жекеше және көпше түрде қалай өзгереді? Сол бойынша тоқталатын боламыз. Зат есімдер жекеше және көпше түрде өзгереді. Жекеше түрде, жекешені біз singular деп атаймыз. A cat, көпше түрде біз plural деп аталынады ағылшын тілінде. Яғни мынау зат есімге s деген жұрнақ жалғану арқылы жасалынады. A cat, мысық, cats, мысықтар. A bus, автобус, buses, автобустар. A man, ер адам, men, ер адамдар. Көпше түрде зат есімнің алдына n, және n артикльдері қолданылмайды. Яғни және n артиклі тек жекеше түрде қолданылады. Бірінші ереже, яғни зат есімге s жалғауы жалғанып, келесі жағдайларда қолданылады. Мысалға, біріншісінде қатаң дауыссыздардан соң. A stamp, мына п дыбыс бізде қатаң дауыссыз. Яғни содан кейін s деген жұрнақ жалғанады. A stamp, stamps. A book, books. К бізде қатаң дауыссыз, сондықтан s жұрнағы жалғанады. Яғни көпше түрде қатаң дауыссыздардан кейін s жұрнағы жалғанады. Келесі, ұяң дауыссыз және дауыстылардан соң. A dog, dogs. A tie, ties. Бұл жерде де s жұрнағы жалғанады, бірақ з болып дыбысталады. Dogs. A tie, ties. З болып дыбысталады. Келесі, егер зат есім ge, se, ze, se дыбыс әріп тіркестеріне аяқталса, ол кезде мына осы s жұрнағын жалғаймыз. Қараймыз. A place, places. A house, houses. Дыбысталуында кішкене ерекшеліктер болып тұр. Келесі ереже бізде s жұрнағы жалғанады. Қандай жағдайда? Егер зат есім келесі әріпке немесе әріп тіркестеріне аяқталса, яғни s әріпімен аяқталса. Мысалға, a bus, көпше түрде buses. Яғни s әрпіне аяқталғандықтан s жұрнағы жалғанады. A bus, автобус, buses, автобустар. Келесі ереже double s, яғни екі s әрпіне аяқталса егер зат есім. Мысалға, address, көйлек, addresses, көйлектер. Екі s әрпіне аяқталғандықтан s жұрнағы жалғанады. X, a box, қорап, boxes, қораптар. sh әрпіне аяқталса, бұл кезде де s жұрнағы жалғанады. A brush, щетка, brushes, щеткалар. sh әрпіне аяқталса. A bench, скамейка, sh әрпіне аяқталып тұр. Көпше түрде is деген жұрнақ жалғанады және is болып оқылады. A benches, скамейкалар. Егер зат есім алдында дауыссыз дыбыс тұрған y әрпіне аяқталса, s жұрнағы жалғанып, y әрпі i әрпіне өзгереді. Мысалға, a lady, ladies. Мына y әрпі түсіп қалады, i әрпіне өзгереді. Ханым, ханымдар. An army, armies. A family, families. A country, countries. Егер зат есім алдында дауысты дыбыс тұрған y әрпіне аяқталса, яғни y әрпінің алдында дауысты дыбыс тұрса, онда бірінші ережедегідей s жұрнағы жалғанады. Y әрпі ол кезде өзгермейді. A toy, toys. Себебі y әрпінің алдында дауысты дыбыс тұр. Яғни бізде 6 дауысты дыбыс бар. Соның y әрпі кей жағдайда дауысты дыбыстың, кей жағдайда дауыссыз дыбыстың қызметін атқарады. Енді мына жерде y әрпінің алдында дауысты дыбыс тұрғандықтан, мына y дауыссыз дыбыстың қызметін атқарады. Сондықтан y әрпі өзгермейді, s жұрнағы жалғанады. A boy, boys. A day, days. Егер зат есім f немесе fi әріптеріне аяқталса, ол кезде s жұрнағы жалғанып, f әрпі v әрпіне өзгереді. A knife, knives. A wife, wives. A shelf, shelves. A wolf, wolves. Кейбір зат есімдер f және fi әріптеріне аяқталғанымен көпше түрде өзгермейді. Яғни a roof, roofs. A chief, chiefs. A safe,
saves. Proof, proofs. A handkerchief, handkerchiefs. A golf, golfs. Зат есім ө әрпіне аяқталса, potato, potatoes, tomato, tomatoes. Яғни ө әрпіне аяқталғандықтан es жұрнақ жалғанады. Бірақ кейбір зат есімдер ө әрпіне аяқталғанымен s жұрнағын жалғайды. Бұлар яғни ережеге бағынбайтын сөздер деп аталынады. Бұны жазып жаттап аламыз. A radio, radios. Яғни ө әрпіне аяқталғанымен тек s жұрнағы жалғанатын сөздер. Piano, pianos. A photo, photos. A video, a video, videos. Кейбір зат есімдер көпше түрде s, es жұрнағы жалғауларын жалғамайды. Олардың көпше түрінің өзгеруі, яғни түбірінің өзгеруі арқылы жасалынады. Ол зат есімдерді есте сақтаған жөн. Бұны дәптерге жазып аламыз. A man, ер адам, көпше түрде men, ер адамдар. Келесі сөз. A woman, әйел адам, әйел кісі. A woman, әйелдер. A child, бала, көпше түрде children, балалар. A person, жеке бір адам, жеке тұлға, көпше түрде people, адамдар, халық деген мағынаны білдіреді. A tooth, тіс, тістер деген кезде teeth, тістер, teeth. A foot, табан, feet, табандар. A mouse, тышқан, көпше түрде mice, тышқандар. Келесі сөзіміз goose. A goose, қаз, көпше түрде geese, қаздар. An ox, бұқа, oxen, бұқалар. Саналмайтын зат есімдердің көпше түрі болмайды. Bread, нан, көпше түрде де bread, нандар. Money, ақша. Money деген жалпы монеталардың атауы, иә, ақша деген сөз. Яғни теңгені де, долларды да, евроны да, сумды да біз ақша деп айтамыз. Яғни бұл монеталардың жалпы атауы. Money, ақша. Money, ақшалар. Көпше түрде де money. Кейбір зат есімдер көпше түрде қолданылады. Тек көпше түрде қолданылады. Бұл trouser деп s жұрнағы жалғанбай қолданылмайды. Себебі бұлар жұппен жүретін зат есімдер. Мысалға, шалбарда екі балақ болады. Сондықтан мына жерде s жұрнағы жалғанып айтылады. Trousers, шалбар. Trousers, шалбарлар. Glasses, көзілдірік, яғни көзілдірікте екі мынандай опора дей ма? Сондай екі көзі болады. Сондықтан жұппен жүретін заттар бізде әрқашанда көпше түрде қолданылады. Glasses, очки. Glasses, очкилер, көзілдіріктер. Scissors, бұл да міне екі жұппен жүретін зат. Сондықтан көпше түрде де, жекеше түрде де бір болады. Scissors, қайшылар. Кейбір зат есімдер жекеше және көпше түрлерінде де бірдей болады. Fish, балық, көпше түрде де fish, балықтар. Sheep, қой, көпше түрде де sheep, қойлар. Ал енді кішкене осы үйреткен сөздерімізге сұрақ қойып көрейік. Яғни, what is it? Бұл не? It is a toy. Бұл ойыншық. What is it? It is a fish. Бұл балық. What is it? It is a goose. Бұл қаз. What is it? It is a butterfly. Бұл көбелек. Ал енді, what is it? Біз бір ғана затты бұл не деп сұраған кезде қолданамыз. Көпше түрде. Яғни, мысалға екі ойыншық болуы мүмкін. Яғни сол кезде біз what are they деген сөзді қолданамыз, сөйлемді қолданамыз. What are they? Бұлар нелер? Жауап берген кезде, яғни are they деп сұрақ қойылып тұрма, they are мен жауап береміз. They are toys. Бұлар ойыншықтар. What are they? They are fish. Бұлар балықтар. What are they? They are geese. Бұлар қаздар. What are they? They are butterflies. Бұлар көбелектер. Мінекей достар, бүгін осы барлық үйренген зат есімдерімізді көпше түрде дәл осы сияқты етіп сұрақ қойып, және сол сұраққа жауап беріп үйренеміз.
Thanks for watching. See you next time. Goodbye.